Полин атындағы тарихи өлкетану музейінің жамбылға арналған музей экспонат көрмесі бар екен. Сонымен таныстырылып өтсе, осыған назарларыңызды ұсынып отырсаңыздар. Отырғанымыз Жамбыл Жабаев ағамыздың 170 жылдық мерейтойына байланысты тарихи өлкетану музейі көрме ұйымдастырып, сол кезеңнің, сол заманның дүниелерін әкеп сіздерге паш етіп отырмыз. Мына фотокөрмеде көріп отырғандарыңыз тақырыбы жыр алыбы Жамбыл. Жамбыл Жабаев және Дина Нұрпейісова. Білесіздер ғой, оқушылар, бәріңіз танисыздар. Жамбыл түркісі құрылысшылар арасындағы 30 жылдары түскен фотосы. Жамбыл туыстарымен бірге түскен фотосының 40 жылдары. Жамбыл Жабаев және Күләш Байсейітова апаларыңызбен. Мұхтар Әуезов, мәйерде қазір үзіліс кезінде тақалып өзіңіз көрулеріңізге болады. Және Жамбыл Жабаев Алматы интернат мектебінің оқушыларымен кездесуінде. Мына жерде мінекей Кенен Әзірбаев пен Шәшібай мен кісілердің ортасында түскен фотосуреті бар. Бауыржан Мамышұлы ағаларыңызды білесіздер, мына соғыстан кейін келіп, Жамбыл Жабаев ақын ағамыздың әнін тыңдап отыр. Мына жерде өзінің түгел ұрпақтары Жамбыл Жабаевтың. Мына жерде біз жаңа айтып кеттік, сол кісінің өзі жақсы ақын болған, ерекше болған, даналығын айттық. Ол кісі ән айтқанда, өлең айтқанда сіз кеудеңізбен айтпаңыз, жүрегіңізбен айтыңыз деген екен. Халыққа, елге жеткізе білген. 20 жасынан жаңағы сахнаға шығып айтысқан ол кісі. Осылай елге танымал болған кісі. Мына өз көз алдарыңызда тұрған қайыннан жасалған табақ. Осы Жамбыл Жабаевпен құрдас деуге де болады. Сол кісі дәмді татқан шығар. Бір ғасырдан астам екінші ғасырға шығып. Мен жерде өзі өмірден озғаншаға дейін ол кісі атқа мініп жүргенін бәріңіз де білесіздер. Қазақтың өзіміздің ұлтымыздың шапаны, тымағы, ертоқымы. Одан кейін атқа мінгенде әрине өзінің жолға жүргенде керек заттарын салып жүретін аяққап деп аталады. Бұл жүннен жасалады. Одан кейін үзеңгілердің түрі. Бұл үзеңгілердің түрлері де әртүрлі өзі мағына біледі. Жаңағы асау тұлпарлардың тартыста жүргенде, сол жерлерде жүргенде жақсы көрген екен Жамбыл Жабаев. Ана үшкірлерін көрдіңдер ме? Жаңағы атқа мінгенде асауларды тез үйретеді екен. Үшкірлері жаңағы атқа батады ғой, ол тез жуасып жүретін. Енді күміс жалатқан үзеңгіні көріп отырсыздар. Бұл кісілердің енді бар, қуатты, отбасынан шыққан сондай адамдар атқа мінген белгілі болады. Қамшы, сегіз өрімді. Ана жерде тұсамыз дейді, шідер деп аталамыз.